Мези печенье пісіруде. Бұл Мези. Ал мынау Мезидің асханасы. Мези бүгін печенье пісіргісі келді. Ол өзіне керекті таразыны және де печеньеге арналған заттар құрамын алды. Біздің печенье жасауымызға қандай заттар қажет? Жұмыртқалар керек, май керек, сүт керек және қанттар керек. Енді осының барлығын табаққа салып, чик-чик-чик-чик-чик араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Міне біздің қамырымыз да дайын болды. Енді қамырымызды оқтаумен алып, жаямыз. Тік-тік-тік-тік-тік-тік. Енді пішіндермен әртүрлі формалар саламыз. Чик-чик. Міне бізде әртүрлі формалар, пішіндер шықты. Одан соң барып, пешті қыздырып, дайын болған печеньемізді ішіне саламыз. Ал Мези табақта қалған ішіндегі печеньелерді қолмен жалап, қолмен сүртіп, жалап жеді. Дәмдісін-ай. Ал табақты апарып, жуды. День-день. Есікті біреу қағып жатқан сияқты. Тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік. Мези жүгіріп төменге түседі. Сәлем, Черли, сәлем, Талула. Сендер тура шай ішетін уақытта келдіңдер. Менде печенье дайын болды. Келіңдер. Талула, Чарли және Мези отырып дайын печеньелерді жеді. Қандай дәмді. Мези, саған үлкен рахмет. Сенің печеньелерің өте дәмді шығыпты. Рахмет саған.